О менің байтақ мекенім, жанымның қаршығасы сен, шырқағым келіп кетеді, жазбаған ән шығарсың сен, қызығың тербеуде мені, тарқамас той шығарсың сен, тулаған тар кеудедегі, тумаған ой шығарсың сен, аймаңдай алуан дарынның, тері боп тамшылайсың сен, сан жүйрік армандарымның, тұлпарын қамшылайсың сен деп, Төлеген Айбергенов тебіренгеніндей, киелі дендер топырағынан армандарын қамшылай, үлкен өмірге жол салған дала перзенттерінің бірі Өтешқали Дүйсенғалиұлы Атамбаев еді. Бойындағы аса дарындылығы, ізденіссіз іскерлігі арқасында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлігіне дейінгі даңғыл жолдан өткен іскер тұлға 1910 жылы 20 қыркүйекте бұрынғы Есбол, қазіргі Индер ауданының Тума ауылында дүниеге келді. Қара шаруаның баласы буыны беки қоймаған, 15 жасынан бастап балық батағаларында еңбек етіп, адал еңбекпен тапқан қара нанның тәтті екенін санасына сіңірді. Осы пысықтығын ерте байқаған ауыл қарттары Өтештің бағы жанғалы тұр, осы бала үлкен азамат болады деп пайымды сөз айтқан екен. Осылайша Тумада туған таланттың өнегелі өмір жолы басталып жүре берді. Қоғам және мемлекет қайраткері Атамбаев Өтешқали Дүйсенғалиұлы біздің Атырау ел емес, жалпы қазақтың мақтанышы деп айтуға болады. Біз енді ағайындығымыз бар, біздің сезіміміз ол кісіге деген өте ерекше. Өзімізді айтсақ, менің әкем Зайден, Өтешқали ағамыз екеуі бір әкеден туған, Дүйсенғалидан. Енді осы кезіндегі Есбол ауданында 1910 жылы дүниеге келіп, оқып, еңбек жолын осы Гурьевте бастап, бұрынғы консерв заводынан технолог болып, содан үлкен мемлекет қайраткерлігі шейін жетті. Өздеріңіз білесіздер, кезінде қаржы министрлігін басқарды. Көп жылдар бойы Москвада Қазақстанның елшілігін басқарды. Еңбегі бағаланды. Айта кетсек енді осы Гурьев облысының экономикалық әлеуметтік дамуына үлкен үлесін қосты. Бір қазақта айтады ғой, оң көзін салып отырды деп. Сол сияқты қамқорлық жасап, қолынан келгенше сол кездегі жоспарлы экономиканың кезінде көптеген объектілерді жоспарландырып салынуына сол үлкен ықпал жасады. Мыңда 1940 жылы елімізде мемлекеттік бақылау халық комиссариаты құрылады да, оған тура жолдан таймайтын турашыл, ешкімге қиянат жасамайтын адал, шашпашылдыққа қарсы тұрар темірдей тәртіпті талап етер кадрлар іздестірілгенінде 30 жасар Атамбаев осы салаға қызметке алынды. Ол осында 2 жылдай бақылаушы, тексеруші қызметін атқарғанда мемлекет байлығын қызғыштай қорғау жолында жасымайтын жігерлігін танытты. Абыройлы азамат 1942 жылы қаржы халық комиссарының бірінші орынбасары қызметіне шақырылып, соғыстың қайнаған жылдарында қаржының көзін тиімді пайдалануда ерекше біліктілік танытты. 1955-61 жылдар аралығында Қазақ КСР қаржы министрі болған жылдары өркениетті болашақ жолындағы талай перспективалық мәселелерді шешуде өзін жан-жақ қырынан танытты. 1931-35 жылдары Кубишев жоспарлау экономика институтын бітірген іскер тұлғаның өн бойындағы іскерлік қабілетінің, ұйымдастырушылық белсенділігінің айқын танылған кезеңі. 1945-55 және 1963-70 жылдары арасында КСРО министрлер кеңесі жанындағы
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің тұрақты өкілі болып жасаған қызмет ет. Бұл лауазым Молотов, Маленков, Микоян, Косыгин сынды орыс шенеуніктерінің тілін тапса ғана елімізге мол ақша қаражатын құятын басты канал саналған дипломатиялық қызмет орны болатын. Жүрегі қазағым, туған елімнің болашағы деп соққан білікті қаржыгер, осы қызметте 20 жыл еңбек ете жүріп, Қазақстанның әр даласында алып құрылыстардың салынуына мол қаражат көзін таба білу арқасында Медеу мұзайыны бастаған ірі құрылыстардың жобалары қарқын алды. Олардың санатында батыс аймағы бойынша Маңғыстау түбегін мұнайлы аймаққа айналдыру үшін Жаңаөзен бастаған мұнайлы қалалардың салынуы, туған өлкесінен Жайық өзені үстінен көпір салу құрылыстары да бар болатын. Біздің Қазақстанның көрнекті мемлекет қайраткердің бірі ғой. Ол кісі біздің республикада емес, бүкіл одаққа белгілі. Біздің Қазақстанның дамуына, халықтың жағдайын жақсартуға үлкен үлес қосқан бір үлкен белгілі тұлға. Ол деген осыдан сонда 17 жылдай паспорт болды ғой. 17 жылдай паспорт болды. Өте абыройлы, беделді жұмыс жасады. Ол енді ол кісінің басқа союзный министерстводен, министерство финансов, министерство жаңағы госпланда, госнапта бәрін таниды, бәріменен сол жаңағы орысша айтқанда на ты разговаривает. Түсінеді барлығы. Өтекең келеді, өтекең сұрайды, Қазақстанға не керек? Енді өтекең мына біздің мост, көпір, ортада қаладағы 65 жылды ғой. Сол енді Нұртас Нандыбаев басқарған, соған сол жаңағы осыны енгізуге өтекең үлес қосты ғой. Кіруге сол жаңағы. Енді бәленбай жыл, 10-15 жылдай сол планға кіргізу, проект жасау, сосын 7 жыл тұрдық қой ол уақыттарда осы строительдер. Өтекең енді сондай өзі жақсы абыроймен келді, сосын Алматыға келді. Алматыда министр финансов, сосын зампред, совет министр Димекеңмен атына қарам қатынас жақсы болды. Димекең енді сол сыйлады бірін-бірін. Сосын енді Байкен Ашимовпен де жақсы болды. Содан кейін артынан енді Востокқа барды ғой. Өскеменге облысоком председателі болып, сол енді жағдаймен байланысы сөйлеген, сосын неге кетті? Қайтан оспред болып, қайтан барды ғой. Сөйтіп жүргенде біздер енді мына оңқан екеуміз біздің енді өзі негізгі сол соңғы жылдарда өзінің Гурьевтен шыққанын бізге айтып, мен Гурьевтемін, мен барамын, келемін деп. Сол жұмыс жасап жүргенде біз сол Москва барғанда бізді қарсы алып тұратын еді марқұм. Қарсы алып үйіне апарып, тамақтап, шайлап, қонақтап. Сондай осы қарым қатынасымыз жақсы болды. Ол енді сосын пенсияға шыққасын енді жыл сайын, жылара сайын осында келіп тұрады. Өзі балықпенен әуесқой, охотамен айналысады. Осында келіп Оралдан балық ұстап, бір-екі рет охотаға шығып, осындай демалып, осында Гурьевте, Атырауда сол өзі өте жақсы ықыласпен қарсы алып, бізде де сондай қарым-қатынасым жақсы болды. Ол енді артынан сол екеуміз ағалы әне болып дос болып кеттік. Маған 60 жылдыққа бір өз немецкий завод деймен бұлдық. Сонда келіп сыйлыққа жасады ғой, берді ғой. Москвада әдейі келіп. Өтекең енді негізінде өте іскер адам еді. Сол енді қай жерде жүрмесін өзі жаңа принципиальный мәселені тіке қоя алады. Сосын және сол мәселені шешуге, соны орындауға сондай белсенді еңбек етеді, жұмыс жасайтын еді. Сондай азамат біздің енді Атырау облысында, біздің енді Көшербек екеуміздің арамызда мүшеміз жақсы болды, семьямызбен араластық. Ақыл парасат күші адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш деген Әл-Фараби ұғымы бар. Өз өмірін осы өнеге арнаған
Өтешқали Дүйсенғалиұлының адамгершілік болмысы, айналасындағы адамдарға деген жүрек жылулығы тіптен ғажайып еді. Тұла бойы тұнған парасат иесі, кейінгілерге қамқорлық жасауды, қиналғандарға қол ұшын тигізуді өз өмірінің бір бөлшегі санады. Кең пейіл көзқарасы арқасында ол кісіден шарапат нұрын сезген інісі, Атырау облысының құрметті азаматы, мемлекет және қоғам қайраткері Есен Тасқынбаев. Үміт пен күдік белдескен кезде дем беріп, демеу болған аяулы азаматтың жүрек жылуын сезіндім. Бұл ешқашан сөнбейтін жылу деп, әлі де сол бір шақтарын толғаныстармен жырғыла баяндайды. Атамбаевтың қияндағы Құлсарыдан кешігіп келу себепті оқуға түсе алмай қиналған бозбалаға көмектесуінің астарында жігерлі жастың тауы шағылмасын деген оймен қатар, Мәскеудің таңдаулы оқу орнынан қазақтың бір баласы жоғарғы білім алсыншы деген мақсат бар екендігі де аңғарылады. Өтекеңмен бірінші рет мен 49 жылы Москва институтқа мына Құлсарыдағы абай школын бітіріп, маған күміс медалін береміз деп. Сол енді күміс медалді маған августта күттім, 20-сына дейін күттім. 21-інде телефон соқты, сізге күміс медаль болмайтын бол, қазақ тілінен 4 қойды. Сондықтан не істеймін? Одан соң қалып қоймайын деп, содан Москваға бардым. Бір қарыз алып, ақша алып. Ректорға барып, кіріп едім, ректор қарап, аттестатты. Как это так, деп сөйтіп, такой оценки вы не могли деді. Сосын енді айтырмын, сондай жағдай болды. Ну что теперь делать? Уже комиссия бітіп кетті. Тек бір не бар, мынадағы паспортистен қағаз алып келсең, отношение. Соған мен қайтадан комиссия құруға көмектесейін деп сөйледі. Бір Сергей Артем Гаврилович дейтін бір ректор, жақсы бұрын комиссар болған. Содан жаңағы шауып отырып, госпитальге барсам, Өтекең орында екен. Кірдім, айттым, қайдансың деп сөйледі, Гөріптенмін дедім. Жағдайымды айттым. Сосын қасындағы бір келген насихаттайтын инструктор, инспектор шақырып алып, ай, мынау сенің землягың деп сөйледі. Өзін айтпайды земляк деп. Мынаған жасы, мына институтқа алсын, түсір мынаны деп сөйледі. Содан жаңағы түсіргенде экзамен тапсырым керек қой. Хат алып қайтадан келдім. Сосын жаңағы Сергей комиссия құрып, 3 күннің ішінде 4 сабақтан тапсырып, 3-і бар, 4-і бар, енді ол күнде 500 шоқ қой енді. Сосын жаңағы мен институтқа түсіп кеттім ғой. Сол кісінің себебі менің өмір жолымның басында сондай бір көмек көрсеткен еді. Ел жадында жүрер, есімі ел жүрегінде жатталған қызыл жұлдыз, құрмет белгісі, еңбек қызыл ту және Ленин ордендерін еленген қайраткердің есімін мәңгіге есте қалдыру жолында Индер ауданы Топайлы елді мекені бүгінде Атамбаев ауылы атанса, Атырау қаласындағы нөмір 8-ші орта мектеп қайраткер тұлға есімін иеленді. Облыс және аудан орталықтарында, ауылдық жерлерде Атамбаев атындағы көшелер сап түсеген. Осының бәрі ұлы абайша айтсақ, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек пайымдары мен өмірін өрнектеген азаматқа көрсетілген құрметтер деп ұғынамыз. Еңбек еленді, халықтың есінде қалды. Қазір енді өздерің білесіздер, Атырауда соғыстың атында, Атамбаев атында үлкен көше, мектеп атанып отыр. 2013 жылы Атамбаев Өтешқали Дүйсенғалиұлының жылдығына байланысты үлкен осы ауқымды Атырауда шаралар өтті. Біздің ғылыми конференциялар, мына өзіміздің музейімізде арнайы өзіне арналған көрмелер өтті. Кітаптары шығып жатыр, сол кісіге арналған. Енді ағамыздың өзінің жанұясына келетін болсақ, 2 ұл, 2 қыз тәрбиеледі. Қазіргі мезгілде бір ұлы Болат
Алматыда тұрады. Үлкен қызы Ғалия Қарағандыда тұрады. Енді өкінішке орай бір ұлы менен Алтай менен қызы Шолпан дүниеден ерте озды. Жеңгеміз Қадиша, жеңгеміз екеуі сол балаларды тәрбиеледі. Енді атамыз білесіз көбіне жұмыс бабында жүреді. Ал сол тәрбиелеуге ең көңіл бөлген, уақытын бөлген жеңгеміз марқұм Қадиша жеңгеміз болатын. Енді соңғы жылдары кішкене қолы босағасын, зейнеткерлікке шыққасын, атамыз өзінің туған елі Атырауға қайта келгісі келді. Осы жердегі ел ағалары шақырып, енді өзі аңшылықпенен айналысқанды жақсы көретін еді. Балық аулайтын, соның бәріне осы жыл сайын соңғы жылдары келіп тұрып, жақсы демалып кететін еді. Соңғы жылдары нақты айтсақ 94 жылдан бастап, 94 жылы бір жарты жылдай қатты ауырды. Соның өзінің тілегі бойынша біздер сол дүниеден озғанда 1994 жылы сүйегін осы Атырау облысы Махамбет ауданы өзінің туған жері Топайлы, қазір енді Атамбаев ауылы сүйерге жерледі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге ғасық бол. Адам болам десеңіз деп, өсиет өрген ұлы Абайдың ұлағатымен, өркен жайған абыройы аспандағы. Атамбаев осындай жан еді. Атырау-Орал тас жолының бойындағы Атамбаев ауылы тұсынан өткен сайын, өз ұлтының болашағы жолында елеулі еңбек қолтаңбасын қалдырған қайраткер бейнесі көз алдымыздан қайта елес беріп тұрады.